Күйеуін тағатсыздана күткен әйелдің өлімі. Өмір болған соң әрқилы тағдырлар болады. Әр тағдырдың өз қиыншылығы мен қызығы бар. Бірақ бұл қыздың тағдырын естігенде денем тітіркеніп, қатты қиналдым. Неге өмір әділетсіз? Мақсат пен Жанар бір-бірін ерекше жақсы көрді. Махаббатқа толы күндердің бірінде олар отбасын құруға шешім қабылдады. Бірақ бұл некеге Жанардың анасы түбегейлі қарсы болды. Сонда да Мақсат қызды алып қашып үйіне алып келді. Бәрі келін түскеніне қуанышты, беташарға дайындық басталып кеткен. Бірақ тосыннан оқиға болды. Жанардың анасы келіп, қызын сүйреп әкетіп қалды. Үлкендердің көндіруге тырысқан әңгімесін де тыңдаған жоқ. Қызын алып кетті. Беташарға қонақтарды шақырып, дайын отырған отбасы әп-сәтте келінсіз қалды. Мақсаттың анасы бұл масқаралыққа шыдай алмай өзінің алшақтау танысының қызын сұрап барды. Ата-анасы келісімін бергеннен кейін Мақсат пен Айнұр отбасын құрды. Бастапқыда бәрі ойдағыдай болды. Арадан бірнеше уақыт өткен соң Мақсат үйге келуді қойды. Апталап жоқ болып кетеді. Айнұр күйеуін күтіп, есікке тағатсыздана қарап отырғаннан басқа ештеңе де істей алмады. Мақсат бұрынғы өзі ессіз ғашық болған Жанардың үйіне барып, сонымен бірге тұруды қалайтын. Жанардың анасы қаншалықты қарсы болғанымен Мақсат өз дегеніне жетті. Соңында екеуі қаладан пәтер жалдап бірге тұра бастады. Айнұр бүгін келеді, ертең келеді деп күйеуін күтіп, ата-енесінің жағдайын жасап үйде отыр. Бұл күндер осылай жалғаса берді. Мақсат тек анда-санда ата-анасын көруге келіп кетеді. Өзгелердің айтқан сөзін тыңдаудан қалған Мақсатқа Айнұрдың жүкті екені де қызық емес болып қалды. Жүктілік уақытын тек жылап, сағына күтумен өткізген Айнұр баланы белгілеген уақыттан бұрын босанды. Періштедей пәк кішкентай қыздың ешқандай жазығы жоқ, бірақ қиын тағдыр оны тірідей әкеден жетім еткен еді. Мақсат қызын көруге де келмеді. Бұл жағдай Айнұрға тым ауыр соққы болды. Баласы туылса ол қайтып оралады деген үмітпен жүрген болатын. Айнұрдың үміті су сепкендей басылып, ол тіптен өмірден бас кешіп, қайғыға беріліп кетті. Бұл уақыттарда Мақсат өзінің сүйіктісімен некесін қиып, қаладағы пәтерде бақытты ғұмыр кешуде еді. Айнұр көп адамдарда кездесе бермейтін ауруға шалдықты. Бұл ауруды дәрігерлер жүйке жүйесінің бұзылуынан, қатты стресстен деп түсіндірді. Расымен де, бақытты боламын деп қуана тұрмысқа шыққан Айнұр өмірдің қатаң сынына тап болды. Дәрігерлер аурудың емін таба алмады. Бірақ туыстарына Айнұрдың 6 айдай уақыт өмірі қалғанын ашық айтты. Айнұр күйеуіне деген ренішін ұмытып, енді бар арманы кішкентай қызын тәрбиелеп, соның қызығын көру еді. Бірақ қатал өмір оның бұл арманын да көп көрді. Дәрігерлер белгілеген уақыттан соң Айнұр көз жұмды. Артында қалған кішкентай қызы жетім атанып, анасын іздеумен әркез жылап отырады. Ал Мақсат өзінің сүйікті жары Жанармен бақытты ғұмыр кешуде. Бұл әділетсіз тағдырға кім кінәлі? Некеленген әйелін ұмытып, махаббатқа мас болған Мақсат па? Жігітті толық танымай тұрмысқа шыққан Айнұр ма? Жоқ, әлде қызына ақ батасын бермеген Жанардың анасы ма? Бұл сұрақтардың жауабын ешкім білмейді. Тек әділетсіз өмірді кінәлай аламыз. Құрметті тыңдармандар, әңгімені соңына дейін тыңдаған болсаңыздар, өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Қазақы арналарды қолдай отырайық.